Экспорттың себеті жыл сайын 5-6 өнім түрімен толығады. Еліміз қазір 120-дан астам елге тауардың 800 түрін тасымалдайды. Бірақ біздің әлеует бұдан да әлдірек. Осы ретте көлемде селуге көмектесетін қаржылық институттардың бірі Қазақстанның даму банкі. Олар отандық өнімдерді экспорттауға қолдау көрсетіп, сол арқылы экономикалық өсімге өз үлестерін қосады. Тақырыпты тілшіміз тарқатады. Кәмпит өндіретін Баян Сұлу кондитерлік фабрикасына биыл 45 жыл. Отандық өнім бүгінгі күні орталық Азия елдеріне, Ресей, Украина, Әзербайжан, Германия еліне де танымал. Жалпы осы сынды мемлекеттерге бұдан бөлек отандық өнімдерді экспорттауға қолдау білдіру, қаражат бөлу Бәйтерек холдингінің еншілес ұйымы Қазақстанның даму банкінің еншісінде. С Банком развития Казахстана мы начали сотрудничать с 2015 года. Біз Қазақстанның даму банкымен 2015 жылдан бастап жұмыс істеп келеміз. Біздің кәсіпорын үшін өнімдерімізді дамыту мен оны экспорттауға өте жақсы көмек болды. Арнайы жеңілдетілген үстемақы мен несие алдық. Бұдан бөлек Қазақстан даму банкінің еншілес ұйымы БРК лизинг жаңа заманауи құрылғыларды сатып алуға лизингтік несиелерді берді. Соның арқасында өндірісімізде жаңадан 4 жолақты іске қостық. 5-ші жолақты да іске қосу жұмыстары басталды. Экспортталып жатқан Қазақстан тауарлары әртүрлі. Италиядағы атақты пасталарды дайындайтын ұнымыздан бастап, ТМД елдеріне танымал темір жол дөңгелектеріне дейін бар. Шикізат пен дайын өнімді экспорттайтын компанияларға Нұрлы жол мемлекеттік бағдарламасы аясында қолдау білдіру Қазақстан даму банкінің негізгі мақсаты. Мы являемся, наверное, основным оператором. Біз мемлекеттік Нұрлы жол бағдарламасының негізгі операторларының бірі болып саналамыз. Ең аз қарыз мөлшері 1 миллиард теңге, үстемақысы 8%-дан басталады. Айта кету керек, соңғы 3 жылдың көлемі болды. Біз қазақ экспортпен қарқынды жұмыс істеп келеміз. Олар сақтандыру шығындарын өтейді, компаниялар үшін кепілдік бола алады. Қаржылық институт бүгінгі күні 18 компанияға экспорттық операцияларға жеңілдетілген пайызбен 409 миллиард теңге несие берген. Қазақстанның даму банкіне сенім білдірген компаниялардың қатарында Шымкент Май, RG Brands, Кентау трансформатор зауыты және Маслодел бар. Мысалы, Маслодел компаниясы мемлекет қолдауының арқасында экспорт көлемін 3 жылдың ішінде 5 есеге арттырған. Өнімнің шетелдік жаңа тұтынушылары Норвегия мен Қытай мемлекеттері. География өте ауқымды. Бұл Европа елдері, біздің енді қасында тұрған елдер, бұл Қытай, Ресей, жаңадан ашылып жатқан нарықтар бұл Афганистан, Таджикистан, Қырғызстан елдеріне де жібереміз. Статистиканы айтатын болсақ, экспорт жағынан 10 жоба осы жылы қарастырылды. Оның ішінде 5 жоба бұрыннан болған жобалар, яғни револьверді түрде жаңадан заявка беріп жатыр. Соңғы жылдары шикізаттан гөрі дайын өнімді экспорттау белең алып келеді. Бүгінгі күні мемлекет қайта өңдеу өнеркәсібіне аса мән беріп жатыр. Өйткені отандық экспорттың 3-тен 1 бөлігі және жалпы ішкі өнімнің 12% осыларға тиесілі. Ал Қазақстанның даму банкі көрсетіп отырған жылдағы көрсеткіштер елдегі жаңа экономиканы құрудың негізі. Ерболат Қайыржан, Болатбек Таубалдиев, аймақ тілшілерінің көмегімен 7 күн.